Қайырлы күн қымбатты достар, қайырлы күн. Әуез ТВ YouTube арнасының тұрақты көрермендері, эфирде зияткер интеллектуалды ойыны және оның жүргізушісімен Абай Аязбаев біз бастаймыз. Университетіміздің 12 факультетінен іріктеліп алынған 12 команда өз ара сайысып жатыр. Біз университетіміздің ең білімді факультетімен ең ақылды студенттерін анықтайтын боламыз. Әрине жеңімпаз команда арнайы кубокпен және қаржылай сыйлықпен марапатталатын болады. Сайыс соңында үздік ойыншы мен үздік капитанды да бірге анықтайтын боламыз. Олай болса достар, бүгінгі сайысқа түсетін командалармен таныс болыңыздар. Менің оң жағымдағы тоқыма және тамақ инженериясының жоғары мектебінен құралған Әбілаш Ақмаржан ханымның командасы. Ал менің сол қанатында отырған ақпараттық технология және энергетика жоғары мектебінен құралған Исламбек Серік мырзаның командасы. Әрине, бұл ойында да алдыңғы ойын секілді 8 сұрақ қойылады. Командалар кезекпен сұрақ таңдайды. Оларға 1 минут уақыт беріледі. Егер де команда 1 минутта дұрыс жауап бере алмаса, қарсылас командаға жауап беру мүмкіндігі беріледі. Егер сұрақты алған команда уақыт кетпей жатып бірден жауап беретін болса, келесі сұраққа жауап беру үшін оған қосымша тағы да 1 минутты пайдалануға болады. Егер де командалар тең түскен жағдайда алдыңғы ойын секілді, онда команда капитандары сынға түседі. Ең жылдам әрі нақты жауап берген капитан өз командасымен бірге келесі кезеңге өтетін болады. Егер де сұрақтың жауабы күмәнді болатын болса, біз әрине сарапшылардың көмегіне жүгінетін боламыз. Бүгінгі біздің сарапшылармен таныс болыңыздар. Жастар орталығының директоры Сағындық Сәкен, актер, сценарист Дәнекер Оразбай. Командалар дайын болса, біз бастаймыз. Бірінші ЖТ факультеті, мархабат, сіздерден бастайық. Ақмаржан ханым, сұрақты таңдаңыз, маған беріңіз. Біз бірден ойынымызды бастап кетейік. Бірінші сұрақ. Мұқият тыңдаңыздар, өте оңай. 18-ші ғасырда Қазақ хандығына қауіп төндірген мемлекет. Уақыт кетті. Әрине, достар, осы зияткер интеллектуалды ойынның өтуіне қол ұшын берген үшін біз Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің басшылығына алғыс айтамыз. Қошеметтеріңіз. Ақмаржан ханымның таңдаған сұрағы өте жеңіл. Бұл 18-ші ғасырда Қазақ хандығына қауіп төндірген мемлекет. 1480-де олар патшалықта ағаннан кейін Ресейге басын қосып алу жоқ. Абылайхан қосылмай жүрді, Әбілқайыр қосылып кетті да, Абылай қосылмай жүрді. Серьезно? Кеміздің бұл бірінші ұлы кіші су баспаған жоқ. Уақыт, Ақмаржан ханым. Біздің жауап 18-ші ғасырда Ресей патшалығы Қазақ хандығына шабуыл жасаған болатын. Сол уақытта 1740 жылдар аралығында Абылай ханды да тұтқынға алған солар болатын. Қауіп төндірген қай мемлекет дедіңіз? Ресей патшалығы. Ресей. Әрине, біз мына ИП командасынан жауап күтеміз, бар болса. Бұл сұрақтың жауабы Жоңғар хандығы. Себебі сол уақытта жоңғар шапқыншылығы көп болған. Жауап қабылданды. Ал енді дұрыс жауапқа кезек берейік. 18-ші ғасырда Қазақ хандығына қауіп төндірген мемлекет жоңғар. Есеп 1-0. Әзірге Исламбек Серік мырзаның командасы. Енді сұрақ таңдау өздеріңізде. Сұрақ таңдаңыздар. Мархабат. Мінекей, достар, ЖТ факультетінің таңдаған сұрағына ИП факультеті жауап беріп, бір ұпайды қанжығаларына байлап кетті. Сұрақ, Серік мырза, мұқият тыңдаңыздар, сіздерге 1905 жылы Дулат ұлы қазақтың зиялылары белсене қатысқан саяси шеру өткен қала. Уақыт кетті.
мемлекеттік дума емес бұл. шеру өткен қаланы атаңыз. Мен орман мысалы барайын жоқ. Сендерде ше. Әрине, 1 минуттан кейін Серік Мырзаның командасы жауап бере алмаса, кезекті біз Ақмаржан ханымның командасына береміз. Бұдан басқа менің ойымша орынбор болды. Орынбор кім? Давайте орынборға. Кім? Кішкене ойын орынбор дей саламыз. Біздің жауап айта берсін. Егер де жауаптарыңыз дайын болатын болса, жауабымыз әрине дайын. уақыт. Серік Мырза, тыңдап тұрмыз. Бұл сұрақтың жауабын тобымыздың мүшесі Ералиев Ернар жауап береді. Ернар, Бұл сұрақтың жауабы Орынбор қаласы. Орынбор Қаласы. қаласы. Сұрақтың жауабы қабылданды. Ақмаржан ханым, сіздерде жауап бар ма? Сіздердің жауаптарыңыз болса, сіздердің де жауаптарыңызды тыңдап көрсек. Біздің ойымызша бұл сұрақтың жауабы Семей қаласы. Семей қаласы. Түркістан. Түркістан. Ақылдасып болдым, Түркістан ба, Семей ме? Семей, Түркістан. Түркістан қаласы. Түркістан қаласы, иә? Мүмкін Семей деген кезде бәрі басқаша болар ма еді. Сұрақтың жауабы қабылданды. Соңғы жауаптарыңыз Түркістан, иә? 1905 жылы дулатұлы қазақтың зиялылары белсене қатысқан саяси шеру өткен қала, ол әрине Қарқаралы. Қарқаралы. Ешкім дұрыс жауап берген жоқ. Есеп 1-0. Ақмаржан ханым, кезек өздеріңізде. Сұрақ таңдаңыз. Үшінші сұрақ. Өте оңай сұрақ. Ақмаржан ханым, бәрімізге белгілі, кезінде соларға еліктеп, солардың махаббаттарын берсінші бізге деген Титаник фильмі бар. Сол Титаник фильмі Оскардың қанша номинациясын жеңіп алды? Уақыт кетті. 9. Қой 9 емес. 30 ба? Титаник фильмі әйгілі Джеймс Кэмеронның туындысы болатын. Трагедияға толы фильм міндетті түрде Оскар сыйлығына лайықты еді. Сұрақ, ол Оскардың қанша номинациясын жеңіп алуы мүмкін еді? Джек пен Роуз. Уақыт, Ақмаржан ханым. Біздің жауабымыз 9. 9. Жақсы, сұрағыңызды қабылдайық. Сіздерден жауап бар ма? Ипа жауап бар ма, жоқ па? Бұл сұрақтың жауабын Ералиев Ернар жауап берсе. 12 Оскар номинациясын алған. 12 Оскар. Әйгілі Титаник фильмі Оскардың 12 номинациясын жеңіп алған екен. 12 номинациясын жеңіп алған екен. 12 емес екен. 11 екен. Есеп 1-0. Келесі команда кім таңдайды?
Серік мырзаның таңдаған жауабы мұқият тыңдаңыздар. Бұл өте логикаға толы сұрақ. Францияда революция кезінде көше сақшылары көшеде жүрген адамдардың үстінен шыққан иісін иіскеп, белгілі бір иіс үшін тұтқындайтын болған. Сұрақ: ненің иісі үшін тұтқындайтын болған? Уақыт кетті. Францияда революция кезінде көше сақшылары көшеде жүрген адамдардың үстінен шыққан иісін иіскеп, бір иіс үшін ол адамдарды тұтқындайтын болған. Ол ненің иісі болуы мүмкін? Почему? себебі ол жерде запрещенный болуы мүмкін бе? Сол ислам революция кезінде Есеп әзірге 1-0. ИП командасы алда келе жатыр. Сол емес? Үстінен деді, иә? Жауабыңыз ба? Жауап? Бұл сұраққа жауапты Бақшанұлы Сағын жауап береді. Менің ойымша, Францияда ол кездері адамдардың үстінен парфюмның иісі шыққан үшін ұстап алып кеткен белгілі бір адамды. Ақмаржан ханым, сіздерде жауап болса, Францияда революция кезінде адамдардың үстінен қандай иіс шығуы мүмкін деген сұрақ. Біздің ойымызша, революция кезінде аштық болды, и офицерлердің үстінен тамақтың иісі шыққан кезде, белгілі көшелерден тамақтың иісі шыққан кезде. Сонда Ол кезде аштық болды ғой, и олар ұрлап алды деп. Сіздің ойыңызша, сонда ашаршылық кезінде, революция кезінде деп отырсыз ғой. Сонда тек офицерлер ғана тамақ жеген бе? Жоқ, оларда звание болғаннан кейін, олар соны воспользовать етіп, тамақ алған шығар. Мүмкін. Жақсы, жауабыңыз қабылдайық. Сұрақ: ненің иісі үшін тұтқындайтын болған? Ал енді дұрыс жауап тыңдап көрейік. Дұрыс жауабы порох. Себебі порохтың иісі көтерілісті бастаған адамдардың қатарында болған деген күдікпен тұтқындайтын болған. Ешкімге ұпай жоқ. Ақмаржан ханым, ендігі таңдау кезек өздеріңізде. Сіздерде ма? Сіздерде ма, Серік мырза? Таңдау? Сіздер мені шатастырып жатсыздар тұрып алып мына жерде. Ақмаржан ханым. Бұл әрине 5-ші сұрақ. Ақмаржан ханым, мұқият тыңдаңыздар. Патша өкіметінің саясатына қарсылық білдіргені үшін 1909 жылы Семей түрмесіне қамалған қоғам қайраткері кім? Уақыт кетті. Семейде ол кезде шабан жатыр ғой. Патша өкіметінің саясатына қарсылық білдіргені үшін 1909 жылы Семей түрмесіне қамалған тұлғаны атаңыз. Қамалда емес пе? Бұл жерге қамалған. Құрметті достар, бұл 1-8 ойындары. Келесі кезеңге 6 команда жолдамалады. Ол 6 командадан 3 ойын болып 3 жеңімпаз жартылай финалға кезек өтеді 1-ден. Ал сол қалған ұтылған 3 команданың бүкіл ойын бойғы біз ұпайларын санайтын боламыз. Сондықтан да бірінші ойында да белсенді болуларын сұраймыз. Қай команданың жалпы ойында ұпай көп, сол команда келесі кезеңге, яғни жартылай финалға өтетін болады деп мен сөзімді аяқтап, Ақмаржан ханым, сіздің жауап күтемін. Ақмаржан ханым. Біздің ойымызша Ілияс Жансүгіров деп ойлап жатырмыз. Ілияс Жансүгіров деп сіздер ойладыңыздар. Сіздер не деп ойладыңыздар? Біздің жауап топпен шешкенде Шерхан Мұртаза деп ойладық. Шерхан Мұртаза 1909 жылы ма? 1909. Шерхан Мұртаза 1909 жылы Семейде не істеп жүр ол?
Мен түсінбедім. 1909 жылы Семейде патша өкіметінің саясатына қарсылық білдірген үшін қамалған қоғам қайраткері ұлы тұлға Ахмет Байтұрсынов екен. Ахмет Байтұрсынов екен. Ұпай ешкімге берілмейді. Серік мырза. Өткен ойындағы ойын өте тарысты болған еді. Командалар 8 сұрақтың 8-іне дұрыс жауап берген еді. Өте тарысты ойын болған. Серік мырза сұрақ таңдады. Мұқият тыңдаңыздар. Канада ормандарында бұғылар ағаштардың майда жапырақтарымен қоректенеді. Ал өкінішке орай майда жапырақтар ағаштардың ең жоғарысында өседі. Сол майда жапырақтарға жету үшін олар үнемі басқа жануарларды бақылап отырады. Сұрақ, ол қандай жануарлар? Уақыт кетті. Керік па? Канада ормандарында бұғылар ағаштардың майда жапырақтарымен қоректенгенді ұнатады екен. Өкінішке орай майда жапырақтарымыз жоғарыда өсетін болғандықтан, олар сол жапыраққа жету үшін бір жануарды үнемі бақылап отырады екен. Ол қандай жануар? Ол жануардың көмегімен майда жапырақтарға қалай жетуге болады деген сұраққа мен қосымша жеңілдік айтып қояйын. Себебі ойынымыздың 6-шы сұрағы қойылуда. Есеп әлі 1-0. ИП командасы ешкімге жеткізбей алда келе жатыр. Уақыт, Серік мырза. Бұл сұрақтың жауабын Ералы Ернар жауап береді. Ернар мырза. Тыңдап Бұл тұрыңыз. сұрақтың жауабы ленивец. Ленивец? Анау. Жалқау да, иә? Иә. Жалқау. Қабылдап көрейік жауабыңыз. Сіздерде жауап бар ма? Ақмаржан ханым. Біздің жауап ол тиын. Тиын. Иә. Түсіндіріп өтіңізші, қандай логика бар ол жерде? Ол Тиын не істейді? жоғарыда жүргеннен кейін ол басқаларды да қадағалады да кім не істеп жатқанын. Сұрақ сіз түсінбедіңіз ойлаймын. Бұғылар майда жапырақтарды жегенді ұнатады. Майда жапырақтар талдың төбесінде. Ол сол жапыраққа жету үшін бір жануарды, яғни тиынды бақылап отырады, иә? Сіздің ойыңызша. Біздің ойымызша тиын өзінің дәнегін жаңағын алып жатқан кезде жапырақ түседі емес па? Не қылған кезде? Жақсы. Жауап қабылданды. Әрине, бұғылар майда жапырақтарға жету үшін бір аңды бақылап отырады екен. Ол жануар құндыздар. Ағаштарды кеміріп құлатады екен ол. Құндыздарды бақылап отырады екен. Біліп жүріңіздер. 6-шы сұрақ қойылды. Есеп әлі 1-0. ИП факультеті алда келе жатыр. Ақмаржан ханым, сұрақ таңдайық. Өте жеңіл сұрақ. Ең үлкен және ең күшті бұл құс баяғы заманнан бері махаббаттың символы болып табылады. Және бұл құс туралы түрлі ертегілер айтылып, әндер шырқалған. Кейбір ертегілерде бұл құсты әдемі, бұл құс өз өлімі алдынан керемет күйлеп өлең айтады деп атап өтілген. Сұрақ, бұл қай құс? Көбіршінде бар, иә? Бұл емес па? Ақылмен бұл болашын.
уақыт кетіп жатыр. Қыстан уақыт. Қаз емес пе? Қаз емес пе? Қаз не деп махаббат символы деп айтасың? Бана ма? Қаз ба? Қара қасы болсын. 18 секундтан кейін Ақмаржан ханым бізге сол бәрімізге жұмбақ болған құстың есімін атайды деп ойлаймыз. Уақыт. Ақмаржан ханым, Біздің жауап аққу. сіздердің жауаптарыңыз аққу. Сіздерде жауап бар ма? Сұрақ қайталамаймын. Жауап бар ма? Сұрақтың жауабы бұлбұл. Бұлбұл. Иә. Ал енді дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Бұл баяғы заманнан бері махаббаттың символы болып табылады. Ол құстың аты әрине аққу. Аққу. Дұрыс, сіздерде бір ұпай. Соңғы сұрақ. Бір. Өте интригаға толы ойын болып жатыр. Соңғы сұрақ. Серік мырзаның командасына қойылатын сұрақ. Терминатор фильмінде басты рөлді сомдаған актердің аты жөні кім? Сұрақ жауап беру керек па? Уақыт. Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер? Терминатордағы басты рөлде ойнайтын Арнольд Шварценеггер. Дұрыс, Арнольд Шварценеггер. Сонымен достар, зияткер интеллектуалды ойынның үшінші ойыны бүгін ИП факультеті мен ЖТ факультеті өзара сайысқа түскен болатын. Есеп 2-1. Келесі кезеңге, яғни 1-4 ойындарына жолдама алған ақпараттық технология және энергетика жоғарғы мектебінен құралған Исламбек Серік мырзаның командасы құтты болсын. Достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз келесі ойында кездескенше жай ғана сау саламатта болыңыздар дейміз. Бізбен бірге болыңыздар.